тарихи астанасы саналатын Ұлытау жерінің қадір-қасиетін, ұлт үшін мән-маңызын айтып жеткізу тіптен де мүмкін емес сияқты. Ұлытау десек ұлтымыздың өткенін, тарихын көз алдымызға келтіреміз. Қазақ деген халықтың қашанда, қай уақытта болса да бас қосып, бірлік пен бәтуаға келіп, кеңесіп келелі мәселелер шешетін тұғырлы да тұрақты орны осы Ұлытау болған деседі. Дүниені дүр сілкіндіріп, атының тұяғы бүкіл әлемді басып өткен Шыңғыс ханның сұрапыл жорықтарында да осы тау куә. Асан қайғының тамсанып, таңданып, ат сауырына бөктеріп алып кете алмай, қимаған жер үйығы Ұлытау болғанын бүгінгі ұрпақ мақтанышпен еске алса. Ұлытау аймағындағы дүлдүлдер шоғырының ірі өкілі Тайжан Қалмағанбетов ақын, әнші әрі сазгер болғаны белгілі. Кезінде қолындағы сырнайын сақ-сақ күлдіртіп, домбырасын бебеулетіп, аспандағы аққуға әнін қосқан Тайжекеңнің әртістік қабілеті де ерен. Қазақ жерін, әсіресе Ұлытау көкше сыр бойы елін талантымен тәнті еткен үлкен өнер иесіне биыл 140 жыл толып отыр. Халық ақыны Тайжан Қалмағанбетовтың 140 жылдығы және де ұлт ұясы Ұлытаудың 80 жылдығы бүгін аталып өтілмек. Осы айтулы мерекені атап өту мақсатында біз түсірілімді тобымызбен осы Ұлытау ауданына жол тартқан болатынбыз. Таң сәріден діттеген жерімізге міне келіп жеттік. Қазір сағат таңғы 9. Бұл жерде аудан орталығында аудан тұрғындарының қызу дайындығын өз көзімізбен көріп отырмыз. Бізге берілген бағдарлама аясында ауданның 80 жылдық мерейтойы қарсаңында алғашқы шаралардың бірі болып, осы аудан орталығындағы саябаққа ағаш отырғызу рәсімін жүргізбекші. Қазір соғанда куә болатын боламыз. Экраннан алыстамаңыздар. 1939 жылы іргесі қаланған Ұлытау ауданы қазан айының 12 жұлдызында 80 жылдық мерейтойды дүркіретіп атап өтті. Құрамына 13 ауылдық және 3 кенттік округ, сондай-ақ 29 елді мекен кіретін аудан халқының саны 12.800-ді құрайды екен. Bir тал кессең 10 тал ек демекші. Ұлт ұясы Ұлытаудың 80 жылдығы, халық ақыны Тайжан Қалмағанбетовтің 140 жылдығы аясында ұйымдастырылған шара ең бірінші Ұлытау селосының саябағында тал егумен бастау алып, шырша көшеттер отырғызылды. Қаражігіт Әбдірахманов осы ауылдың ақсақалы. Игі бастамаға өзінің батасын беріп, тал отырғызу рәсімінің алғашқы тағасын өзі қадады. Үлкен той болайын деп жатыр. Ауданымыздың 80 жылдығы Тайжан Қалмағанбетов бабамыздың 140 жылдығына арналған мерекелік шара өте батыр. Бұл тәуелсіздігіміздің жемісі деп білеміз. Соның құрметіне мынау көк жасыл аллея бірінші талды үлкен ауданның ақсақалы ретінде отырғыздым. Құтты болсын, келешегі Ұлытауымыз көркейіп, еліміз бай батыр болсын. Мерейтойға орай басталған игі бастаманы аудан басшысы Берік Әбдіғалиұлы да қолдап, ауданға арнайы келген қонақтарды саябаққа бастап апарып, ағаш отырғызу рәсімінде өзіндік үлестерін қостырды. Тал шыбықтарын құтты жеріне орналастырып, оларды суаруды да ұмытпады. Естелік болсын деп арнайы міне Көкшетаудан Қарағай аудар. Соны именной бәрінің есімімен осындай бір аллея ашып 80 жылдыққа. Соны міне өздеріңіз міне келгендеріңіз мына облыстан абзал міне келіп өздеріңіз бастап, ақсақалдарымыз бастасақ. Өздеріңіз көріп тұрғандай тал егу шарасына ауылдың үлкені де, кішісі де бір кісідей атсалысуда. Әрқайсысы өзінің аттарынан тал егіп, саябақтың бір жағын гүлдендіруге тырысып бақты. Ұлы тойда осы ауданмен құрдас аудан ақсақалын сөзге тарттық. Ол кісі 50 жылдан астам өмірін журналистика саласына арнаған жазушы ақын, 6 кітаптың авторы Мағзұмбек Машайықұлы. Кенесары хан ат басын тіреген жер, тәуелсіздік алғаннан кейін қайта түлеген жер, бабалар алыпты тапқан аналардың жатқандығын және де қасиетті өлкеден көптеген білімді зиялы қауымдар шыққан жер деп Ұлытаудың ұлылығын тілге тиек етті бізге. 1939 жылы 16 қазанда құрылды. Бұл алғашқыда мынау партия конференциясы Келтетал деген жерде 16 адамның қатысуымен өтті. Онда аудандық партия комитетінің хатшысы болып Нұрманов деген кісі сайланды. Әрине содан бері міне 80 жыл өтіп отыр. Бұл 80 жылдың ішінде Ұлытау ауданы кеңес үкіметінің тұсында елеусіз қалды.
артта қалған 16 ауданның біреуі болды. Еліміз егемендік алып, тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін Ұлытаудың қайта түлеуі басталды. Ауданды гүлдендіру, кейінгі жас ұрпаққа қалдыру, мал жинама, тал жина дейді ғой бабамыз. Міне бүгін арша егіп жатыр. Бұл ертең өскеннен кейін бұл ұрпақтан ұрпаққа қалады. Өзіміз жетмейтін ғасырға талымыз жетеді. Ағаш отырғызу рәсімінен кейін қайта орталық алаңға бас сұқтық. Қаз-қатар тізілген ақшаңқан киіз үйлер, әсем безендірілген сахна, кәсіпкерлердің сауда саттығы аталмыш күннің көрігін кіргіздіруде. Алаңда салтанатты шараның ашылуы ұйымдастырылып, сахна төрінде Алтын Орданың және Тайжан ақынның көрінісі сомдалды. Бұқара халайық, төрткүл дүнияға жар салыңдар. Тарам-тарам тарыдай шашылған, ұлы даланы мекен еткен сақ ұрпақтары басын бір ортаға біріктіріп, бір төдің астына бағынып, жаңа ұлыстар ордасын құрамыз. Тарихы көне заманнан бастау алатын дәуірлеу кезеңі өткен ғасырдың 39 жылынан басталған Ұлытау ауданының 80 жылдық мерейтойының шымылдығын Қазақстан Республикасының парламент сенатының депутаты Рысқали Әбдікеров ашып, Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Абзал Нүкенов, ауданның еңбек ардагері Жақия Садықов, сонымен қатар жас маман Данагүл Алшынбаева, Петра Қазақстан акционерлік қоғамының ұжымы, сондай-ақ аудан басшысы Берік Әбдіғалиұлы ақ жарма ақ тілектермен құттықтаулар легін жалғап Ұлытаудың ұлылығын ұлықтады. Тұрғындар алдына шығып сөз сөйлегендердің барлығы да кең байтақ дархан даламыздың қай түкпірі болмасын қасиетті де қастерлі екенін айтып, ұлт үшін Ұлытаудың орны өте ерекше екеніне тоқталып, талай жақсылар мен жайсаңдарға құт мекен болған Ұлытаудың келешегінде тілге тиек етті. Бүгін осы ауданның 80 жылдығымен қоса Тайжан әкеміздің 140 жылдығы бірге тойланып отырғаны біз үшін өте қуаныш. Өйткені ауданның әр елді мекені, әр жері тұнған тарих екенін біз жақсы білеміз. Осы жерлерде керемет біздің бабаларымыз, әкелеріміз, атағы дардай азаматтарымыз өмір сүрген. Міне соның бірі де бірегейі осы біздің бүгінгі тойлап отырған әкеміз. Ол кісінің сіңірген еңбегі, айтқан әндері бүкіл халықтың аузында, халықтың жадында мәңгілік сақталатынына мен кәміл сенімдімін. Сондықтан да бүгін аудан халқын болашақта ұлы істер, жасампаз өмір күтіп тұрғанын біз жақсы білеміз. Жаңа мен туризм тегін айтқам жоқпын. Осы жақсылықтар Ұлытау ауданы үшін баянды болғай. Мерекелеріңіз құтты болсын, ағайын, тойға ұласын. Рахмет. Тұнып тұрған тарих бүгінгі бізге үлкен рух беретін жер. Сондықтан да өзімді осы үлкен дүбірлі тойда ауданның 80 жылдығында өздеріңізбен бірге болғаным өзім үлкен бақыт деп сезінем. Той құтты болсын ағайын. Енді осы ауданның Ұлытаудың 80 жылдығына арналған облыс әкімі Жеңіс Махмудұлы Қасымбектің арнайы жүрек жарды құттықтауын өздеріңізге арнап оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті ұлытаулықтар, сіздерді Ұлытау ауданының құрылғанына 80 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Қасиетті мекеніміз Ұлытаудың қазақ халқы үшін маңызы өте зор. Бұдан бірнеше ғасыр бұрын Ұлытау баурайында қазақтың 300-і бас біріктіріп, жауға қарсы жан аямай шайқасқан. Ардақты ата мекенімізді жаудан қорғап қалған. Ұлытаудың әр тасы, әр төбесі мен тауы тұнып тұрған тарих. Оны біздің ата-бабаларымыз тұлпардың тұяғымен, маңдай терімен, қызыл қанымен жазып ұрпаққа аманат етіп қалдырған. Бүгінде Ұлытау ауданы облысымыздың үлкен өңірлерінің бірі болып саналады. Ауданда еңбеккөр халық тұрады. Олар бабалар дәстүрін абыроймен жалғап, байтақ дала төсінде мыңғыртып мал өсіруде. Экономиканың басқа салаларында да ұлытаулықтар адал еңбектерімен өздерінің лайықты үлестерін қосып келеді.
Ұлытау ауданының 80 жылдық мерейтойымен құттықтай отырып, сіздерге отбасыларыңызға амандық пен береке, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Ардақты атамекен Ұлытау ауданының абыройы мен даңқы арта берсін. Ауданның мерейтойы құтты болсын. Құрметпен Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбек. Рахмет. Надандар бұлшылдайды, құбалмайды, үлкен жанның арманын ұғалмайды. Теңізден таудай толқын соқсадағы жағадағы жартасты жығалмайды дейді. Мынау Ұлытау неше түрлі басынан неше түрлі жағдайдың өткізді. Кешегі замандарда асаршылықты да көрді, соғысты да көрді. Мынау әлгі коллективтендерді, мынау кешегі жекешелендіруді көрді. Барлығына да мінекей осы куә болған Ұлытау біздің жартастай мықты, қажымайтын Ұлытау орталық Қазақстандағы бір киелі жер. Біздің осы үлкен мәртебеміз Ұлытау ұлт ұясы дегенге лайық болайық. Көшелерімізді, ауылдарымызды, жолдарымызда соған лайық болсын. Экономикамызда соған лайық болсын. Өзіміздің жүріп, ісіміз соған лайық болайық. Әрқашанда мақтанайық, тек қана өзіміз емес, бүкіл қазақ мақтану керек. Кезіндегі Алтын Орда деген, оның құрамында бүгінгі күні Ресей де бар, Европаның шығысы бар, бәрінің астанасы осында болды. Кейін оны Батухан осы жерден шығып, Сарай Беркеге ауыстырды, Сарайға, Еділдің бойына. Бірақ бәрі де осы жерден шықты. Сондықтан бұл жерге бүкіл әлемнің назарын біз аударуымыз керек. Сондықтан Жошы хан деген орынды мавзолейді бүкіл әлемге насихаттау президенттің тікелей тапсырмасы бар. Оған кеше ғана үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаев, облыс әкімі Жеңіс Махмудұлы арнайы ерекше көңіл бөліп, арнайы бағдарлама қазір жасалуда. Құдай қаласа, осы жылдың аяғында бағдарлама қазір қаражаты бөлініп, бәріңізбен таныстырылады. Сондықтан мынау бүгінгі ордалы тойымыз құтты болсын. Қаламызбен қоңсылаш жатқан Ұлытау ауданы үшін биылғы жыл берекелі де мерекелі жыл болды. Бұл өңір еліміздің тұғырлы тірегі, тарихымыздың алтын діңгегі. Қос қуаныш ұлықталған мерекеде Ұлытау аудандық мәдениет үйі жанындағы Ұлытау сазы фольклорлық ансамблі алғашқылардың бірі болып өнер көрсетіп, көрермендердің қошеметіне бөленді. Құрметті ұлытаулықтар, келген қонақтар, 80 жылдық мерекеміз құтты болсын. Өмір жастарымыз ұзақ болсын, жастарымыз өсе берсін, өне берсін. Осылай жақсы, ұлытауымыз жақсы болып келе жатыр. Аңғай жақсылықпен кездесейік. Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар және де жерлестер. Бүгінгі Ұлытау ауданының 80 жылдық мерейтойына отбасымен қыдырып келген жайымыз бар. Сонау Жезқазған қаласынан. Аудандарыңыз жылдан жылға көркейе берсін, жақсара берсін. Осылай мерекелік шаралар көп болсын, құтты болсын. Мерекелеріңіз өте жоғарғы тәжірибеде өтіп жатыр, өте әсерлі жағдай болды. Дәстүрлі әншілердің концерті болды, және де балуандардың күресі болды, өте жақсы. Мына ауа райының да бір қолайлы ниетімізге түзу беріп отыр. Сансыз шүкір Аллаға. Аудан орталығында ұйымдастырылған қос мерейтой тек қана концерттік шарамен шектелмеді. Қаз-қатар тізілген киіз үйлер, аудан тұрғындарына арналған мерекелік сауда-саттық бәрі де бір жерден табылды. Түсірілім аясында әр киіз үйді аралап танысып, олардың барлығының төрінде тұрғындар үшін ақ дастархан жайылып, ет асылып, сақырлаған самауырдан шай да ұсынылып жатқандарын көзімізбен көріп, дәмнен ауыз тидік. Ұлытау ауданының 80 жылдық мерейтойы және де халық ақыны Тайжан Қалмағанбетовтің 140 жылдық мерейтойы аясында аудан орталығында бірнеше ақшаңқан киіз үйлердің құрылып тұрғаны баршаңызға белгілі. Атап өтейік, осы киіз үйлерді ауданға қарасты 15 округ әкімдіктері құрған екен. Бізге берілген ақпараттарға сүйенсек, аталған киіз үйлерден аудан тұрғындары және де осы мерейтойға арнайы келген қонақтарымыз тамақтанатын болады. Біз отырған мына киіз үй Ұлытау ауданына қарасты Ақтас кентінің әкімдігі тарапынан құрылған екен.
Халық ақынның 140 жылдығы аясында тарихи құндылықтарды насихаттау және Тайжан әндерінің асыл мұрасын дәріптеу, жастарды қазақ халқының төл өнеріне баулу мақсатында бұл күні Тайжан ізімен атты республикалық Тайжан әндерінен байқауда өтті. Аталған байқауға Павлодар облысы, Ақсу қаласынан, Қызылорда, Жезқазған қалалары мен Жаңарқа, Ұлытау аудандарының шебер орындаушылары қатысып, бақ сынасты. Нәтижесінде Жезқазған қаласының атынан қатысқан Марат Шоқтаев 3-ші орынды иеленіп, 150 мың теңгенің сертификатын алды. Қызылорда қаласынан келген қатысушылардың бірі Ізбасқан Дәулетхан 2-ші орынға ие болып 300 мың теңгені алса, Бекзатхан Әбдімәжитов 1-ші орынды жеңіп алып 500 мың теңге және арнайы дипломмен марапатталды. Ал Жаңарқалық Жалын Сыздықов қарсыластарынан орындау шеберлігі жағынан басып озып, Тайжан әндерінің бас жүлдесін қанжығасына байлап 1 миллион теңгенің сертификатын иеленді. Атап өтейік, сонымен қатар байқауға белсенділік танытқан барлық қатысушыларға арнайы дипломмен 25 мың теңге ақшалай сыйақы табыс етілді. Жақсыбек Бейжігітов шебер орындаушы аталымын, ал Павлодар облысынан келген Салтанат Қисатова дәріптеуші аталымына ие болып 100 мың теңгелік сертификаттарға қол жеткізді. Қуаныштымын. Өзі осы Тайжан атамның ауылына 300-дің басы қосылған Ұлытауыма келгеніме қуанышты болып тұрмын. Өзім бір түрлі қобалжып, сондай бір жақсы күйде тұрмын. Алла разы болсын деймін. Ұлытауым ұлықтай берейік Ұлытауды. 80 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Тойдан той құласа берсін. Тайжан атамның конкурсы болады дегеннен кейін үйде жата алмай тыпыршып, сол Жаңарқа өңірінен, Сәкен ауылынан осы Ұлытауға келіп жатырмын. Ұлытауға өзімді ән жазып алып келген едім. Сол әнмен аяқтасам деп отырмын. Ғазиз Ештенәйевтің сөзіне жазылған әнім Ұлытау вальсі. Айтады ғой, Ұлытау жыр әнімсің, киелі ұларымсың, көшімді адастырмас, ей, шырағымсың. Ұлытау кием менің, жан жүрек жүйем менің, сен ұлы болмағанда, ей, сүйермедім деп. Бүгінгі Ұлытау ауданының 80 жылдығы және де Тайжан атамыздың 100 жылдығын тойлай келдік. Киелі Сыр өңірінен Қызылорда жеріне келіп тұрмыз. Барша қазақ елін, Ұлытау жұртын бүгінгі болып жатқан мерейтойларымен шын жүректен құттықтаймыз. Менің бүгінгі жарысқа орындаған шығармам Тайжан атамыздың шолпан әні болады. Ұлытау төрінде өткен мерейтой одан әрі қанаттас жатқан Жезқазған және Сәтбаев қалаларының көркем өнерпаздарының концерттік шарасымен жалғасты. Қазақтың тойы ұлттық спорт ойындарсыз өтіп еді. Мұнда да балуандар боз кілемде белдесіп, өзара күш сынасты. Ұлытау ауданы және ауданның селолық округтерінен барлығы 40-тан астам палуандар 70 келіден жоғары салмақтағы және де түйе палуандар бақ сынасты. Боз кілемде белдескендер де құралақан қалмады. Ұлытау ауданының 80 жылдық мерейтойында 70 килограмм салмақта жүлделі бірінші орынды алдым. Осы жарыс ұйымдастыру алқасына үлкен рахметімді айтам. Үлкен дәрежеде, үлкен көлемде өтті. Ұлытау ауданымыз көркейе берсін, дами берсін, ары қарай өсе берсін. Қарағанды облысы Ұлытау ауданында өткен, Ұлытау ауданының 80 жылдығына орай өткен, осы қазақ күресінен түйе палуан атты жарысқа қатысып, соны бас жүлдені ұтып алдым. Жарыс оңай болған жоқ, әрине жан-жақ қалалардан келді. Бағымды сынап бірінші орынға ие болдым. Өзім Ұлытау ауданы Жезі кентінен болам. Барлық демеушілерге, қолдаушыларға рахмет айтам. Құтты болсын 80 жылдық. Таңғы 9-да бастау алған мерейлі той-думан кешкілік орталық алаңда аудан тұрғындарын арнайы құттықтай келген эстрада жұлдыздарының ән шашуымен жалғасты. Сахнада Өмірқұл Айниязов, Бейбіт Қошқалиев, Сиви Махмуди және де Нұржан Керменбаев сынды әншілер өнер көрсетті. Аудан тұрғындарына алғашқылардың бірі болып шығып, ән шашуын тарту еткен Өмірқұл Айниязов бұл күні репертуарындағы танымал әндерді орындап, сахна төрінен төмен түсіп, концертті тамашалауға жиылған жұртшылықпен бірге қосыла ән шырқады. Ұлытау
Улытау ауданының тұрғындарына өзіндік дауыс тембрі ерекше. Бейбіт Қошқалиев те өзінің бірнеше әндерін сыйлады. Шырқалған көңілді әуезді әндер ауданның тұрғындарына арналды. Енді біріншіден осы Ұлытау ауданының тұрғындарын, халқын шын жүректен 80 жылдық тойларымен құттықтаймын, мерей тойларымен. Мен айтарым, ең басы елдің тыныштығы, деніміздің саулығын тілеймін баршаларыңызға. Аман сау болсын. Мақсатым сол, бүгін концертте қатысып, халықтың көңілін көтеріп, бірге тойлап дегендей, сондай ниетпен келген жайымыз бар. Ұлытаудың төрінде ән шырқаған қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары халықтың көңілінен шыққан әндерін мерекеге тарту етіп, құрметке бөленді. Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер, құрметті Ұлытау өңірінің, Ұлытау ауданының, жалпы Ұлытаудың өзінің барша тұрғындары, баршаларыңызды 80 жылдық мерейтоймен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, өмірлеріңізге береке тілеймін, шаттық, қуаныш тілеймін. Алла жар болсын баршаларыңызға, үйлеріңізде әрдайым тек қуаныш болсын дегім келеді. Өйстіп 80 жылдығын, 90 жылдығын және де 100 жылдығын тойлай берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Атсалысып, бізді шақырып, осындай керемет мейрамдарыңызда бірге қуаныштарыңызға ортақ болып жатқаныма өте қуаныштымын. Мен жалпы бірінші рет емес, бірнеше рет болдым. Соңғы болған сапарымыз, ол гастрольдік сапармен болдық. Жанар екеуміз келген болатынбыз. Және Қарағандыға осы бүгінгі 7-ші ма 8-ші рет келуіміз, сол үшін бізге бір өзіміздің өзімнің жеке екінші ауылымда бір жүрегімнен өзгеше орын алады. Жалпы Қарағандының әрбір ауыл аймағы, себебі мен бүкіл ауыл аймақтарын аралап шықтым. Қонақ жайлығы бәрі өзгеше. Сол үшін сіздерді өзгеше жақсы көрем. Өзіме не тілесем, әулетіме не тілесем, осы сіздердің жерлестеріңізге, ұлытаулықтарға және жалпы қарағандылықтарға барша жақсылық тілеймін. Ұлытау ауданының 80 жылдық мерейтойына арналған шара кешкілік қазақ эстрадасының жұлдыздарының концерттік бағдарламасымен жалғасын тауып жатыр. Таң сәріден басталған айтулы мерекеге орай осы жергілікті өнерпаздар, сондай-ақ Жезқазған Сатпаев қаласының өнерпаздары концерттік бағдарламаларын қойған болатын. Енді міне өздеріңіз көріп отырғандай қазақ эстрадасының жұлдыздары өздерінің концерттік бағдарламаларын ұсынып отыр. Осылайша Ұлытаудың 80 жылдығы, халық ақыны Тайжан Қалмағанбетовтің 140 жылдығы кең көлемде аталып өтілді. Ұлытау таңданамын саған қарап, айналаң құмды дала адырлалап, мың-мың сан мыж-мыж болған төбелерге кім қойған қорған етіп сені қалап. Қараймын сенің жасыл мұнарыңа, ұлылық барма сенің шыңдарыңда. Бір таусың атың ұлы толған кіші, сұлу ма әлде тасың сыр алуға.